Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қандай ауыз су ішіп жүрміз? Ауыз суды бірнеше рет қайнатып ішу пайдалы ма, зиян ба? Ауыз суды қайнатқаннан кейін ыдыста неге қақ түзіледі? Осы және басқа да сауалдарға бүгін жауап беретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Суды неге екі рет қайнатуға болмайды? Суды құрамдағы бактерияларды тазарту мақсатында қайнатып ішеміз, бірақ ондағы А гепатиті вирус су қанша қайнаса да жойылмайды. Сонымен қатар ботулизм бактериясы суды 5 сағат қайнатқанда ғана өледі. Ал біз ауыз суды 5 сағат бойы қайната алмаймыз. Бұл кезде су буға айналады. Суды қайнатқанда ол қатты күйінен жұмсарады. Бірақ оны екінші рет қолданбаған дұрыс. Қайнаған суды жарты сағат өткеннен кейін ішуге болмайды, себебі ішіне микроб түседі. Суды пайда болған микробтан тазарту үшін оны қайтадан қайнатып ішпеңіз. Бұл жағдайда ол құрамындағы магний, кальций сияқты элементтерден және пайдалы дәрумендерден арылады. Екі қайнаған су адам ағзасына кері әсер етеді. Сондықтан әр ыстық судан кейін шәйнекті міндетті түрде жуғаныңыз абзал. Суды тек 30 градусқа дейін, яғни толық қайнатпай қолдану керек. Су қатты қайнағанда оның барлық пайдалы дәрумені жоғалады. Егер таңертең аш қараңғыда 90 градусқа дейін қайнаған су ішсеңіз, ағзаңыздан түні бойы бөлінген қалдықтар шығады. Бұл нәрсені әдетке айналдырсаңыз, метаболизмнің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Егер үйде фильтр болатын болса, суды тазартып ішкен дұрыс, өйткені қайнаған су өлі су болып саналады. Қайнаған суды басқа ыдысқа құйып, тұндырып, ішіне күміс салып қойса, ол қайта өңделгендей күйде болады. Кран суын да осындай тәсілмен ішуге болады дейді мамандар. Құрбы-құрдастарыңыздың, туыстарыңыздың немесе таныстарыңыздың қарапайым шай мен кофеден үзілді-кесілді бас тартып, жай ғана қайнаған суды ішіп жүргендерін талай рет куәгері болдыңыз. Сұмдық-ай, құр суды қалай ішесің деген сауалды да бірнеше рет жолдағаныңыз есіңізде ме? Олар сізге себебін түсіндіріп жатпады. Сіз де қазанды жабулы күйінде қалдыра салдыңыз. Мұның сырын әлі де білгіңіз келе ме? Пайдалы кеңестеріміз сіздер үшін. Қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған су ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткен соң буындарда, бүйректе ауырсыну, зәрдің түсіну өзгеру байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаңызда оң үдерістердің жүріп жатқандығының белгісі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады, оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Қаптар бұлтарыстарында іркілген қажетсіз заттарды сыртқа ығыстырады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіз артық майлардан арылып, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түседі. Омыртқа жотасындағы ауру сырқаулар жоғалып, икемге келе бастайды. Асыңыз дұрыс қорытылмай ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Бүгінгі ақпаратым осындай. Егер пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіздер.